бар сізге бағдаршамға қараңыз. Бағдаршамның қасында бізде қазір плюсик жанады. Плюс жасыл болып жанады да. Сол плюс жасыл болып жанғанда қарама-қарсы светке қызыл жанып тұрады. Сіз солға кете бересіз, қарама-қарсы светті өткізбейсіз. Плюс өшіп қалған кезде кеттік, дайындаламыз, жүре береміз. Көрдіңіз бе, қарама-қарсы свет тоқтап тұр. Газ береміз плавно. Газ бере береміз, тоқтамай. Газ. Тағы газ басасыз ба? Плавный газ, тоқтатпай. Адамдар да тоқтап тұр, көрдіңіз бе? Оң жолдың оң бетімен кете береміз. Енді ана жасыл өшіп қалды, мысалға плюсик ше. Арттағы машиналар не істейді ондай кезде? Газ бере береміз. Олар жолдың ортасына шығып, қарама-қарсы светті өткізіп, сосын барып солға кетеді. Яғни светофор уже бізде обычный светофорға айналып кетеді. Ал плюсик жанып тұрғанда ол сізге преимущество береді. Мүмкіндік береді солға кетіп қалуға. Накат жібереміз, асықпаймыз, аяқ торымызда. Біз қазір бір бағыттық Абай көшесіне түстік. Бір бағыттық деген ол односторонний деген сөз. Тоқтай береміз плавно. Екі дөңгелегін көріп тұрамыз. Қайдан білуге болады бұл көшенің бір бағыттық екенін? Анау оң жақта знагы тұр. Көрдіңіз ғой да? Қабылданды. Семіз стрелка тұр. Жүре береміз, газ беріп. Асықпаймыз. Накат жібереміз, оңға поворотник қосамыз. Алдымыздағы кармашқа кетеміз. Республика көшесіне түсеміз қазір. Асықпаймыз. Накат жібереміз. Пешеходный переход тексереміз. Пешеходный переходты өткеннен кейін солға поворотник қосамыз да, тоқтаймыз да, денені бұрып терезеден қарайтын боламыз. Асықпаймыз. Солға поворотник қосамыз, тоқтаймыз. Жібереміз тормоз, жақындаймыз, тоқтаймыз. Стоп. Солға поворотник қосамыз. Сол деген төмен, қараймыз денені бұрып. Таза ма? Автобус келе жатыр, Асықпаймыз, күтеміз. Таза ма? Бірінші полоса таза болса шыға беріңіз бірге. Шыға береміз, газ беріп. Плавно. Асықпаймыз. Сөйтіп сразу екіге шыға береміз. Перестроение жасап, плавно поворотникті өшіреміз. Болды, газ беріп кете береміз. Жүре береміз осы ортаңғы полосамен. Бәрекелді. Қазір қызыл жанады, алысқа қараймыз. Накат жібереміз. Қызылға тек қана, ақмақ қана газ береді дейді. Және кейбір оқушылар. Біз газ бермейміз, Өз қызыл жанайын деп отыр, оның үстінен қайға газ береміз? Ақырын жетіп тоқтай береміз, плавно. Екі доңғалағына жетеміз. Тағы да жақындаймыз. Бәрекелді. Мінекей белгісі тұр. Тормоз береміз. Жоқ, мына жерге қарасаңыз. Телефоннан не алып қарамыз? Телефоннан Google'дан бірдеңе іздеп жатыр ма деп қалып. Блогер екеніңізді ұмытып кетеді. Пешеход деп айтпайсыз ба? Пешеход. Рахмет үлкен. Рахмет, саған туған жер деп қоясың ба? Гуглдан нені қарап іздейді екен мен? Қайдан білейді? Жарайды, мақұл болғанда көндік. Алдымызда қызыл бағдаршам тұр, сол жерден біз оңға кетеміз, жарайды ма? Оңға поворотник ерте қостыңыз, көрдіңіз, жерде торға кіретін жер бар да, оңға мін. Осы жерден біреу қазір шығып жатса, бір Қазбек деген жігітше, ол ойлап қалады, айдана оңға кетеді екен ғой деп шығып кетуі мүмкін, түсіңіз ба? Қазір алдыңғы доңғалаға өткенде бұрамыз, тормоз беріп көреміз, асықпаймыз, жасыл жанады сіз барғанша. Жібереміз тормозды, бордюрдің біткен жеріне келдік, бұрамыз рулды. Алдына қараймыз, КамАЗ келе жатыр, мама деп айтатын сөзіңіз бар еді ғой. Айтпайсыз мама деп, қабылданды пешеход. Асықпаймыз. Алдымызда бізде жасанды бөгет дейді. Орысша айтқанда искусственная неровность дейді кітаптың тілімен, Сіздің тіліңізбен не дейміз бұны? Тормоз береміз. Осыған дейін тормоз береміз. Тормоз. Тормоз. Және накат. Бұның үстінде накатпен өтеміз. Именно лежачканың үстінде тормоз басуға болмайды. Қарша, оған дейін басу керексіз. Жарай ма? Қалай, ұнап жатыр ма? Арман деген район күшті ме екен? Жолдар кең бе екен? Үйіңізге мысалға Қарағандыдан қонақтар келсе, мысалға да, осы Арманға алып келсеңіз болады. Астана осындай деп. Ұнамайтын қонақтар келеді ғой. Астана осындай деп осы жерді көрсетсе тура кете береміз. Сразу қайтып кетеді ғой. Жүре береміз, асықпаймыз. Қар тазалап жатыр екен. Дистанция ұстап отырамыз. Плавный тормоз. Жақындаймыз. Қазір айналып өтетін боламыз. Бірінші айтатын нәрсе, солға поворотник қосамыз. Әрдайым солға шығатын кезде сол айнадан таза болса да бір қарап қоюға міндеттіміз жүргізуші ретінде. Жарайды ма?
үстіңізге одеял киіп аласыз ба, плед киіп аласыз ба? Курткаңыздың стилі мошын екен сіздің, қызық көрінеді екен деймін да көзге. Асықпаймыз. Міне көрдіңіз ба? Оң жақта 40 деген знакты көрдіңіз ба? Оң жақта. Міне. Жүре береміз. Кеттік, қазір қаштық. Мама деп қашып кетейік тез. Газ береміз, поворотник сөндіреміз. Болып жүре береміз. Жұмысшылардың бәрі сізге алға, айдана деп қарап тұрды. Оң жақта лопаталармен жұмыс істеп тоқтап қалды ғой барлығы. Жүре береміз, асықпаймыз. Дистанция ұстап отырамыз. Іздеп отырсыз ба пешеходтың белгілерін? Иә. Өткізіп алмаңыз. Әзірге екі жоқ. Жалпы жаман емес, бірақ осы маркаңызды түсірмеңіз енді. Мына екеуі бір-бірін сүйреп келе жатыр ма? Солға поворотник қосып айналып өтейік, кәдімгі қараңыз, таза ма? Сол деген сіз отырған жақ қой, оң деген мен отырған жақ. Кеттік, газ береміз, встречка таза екен. Газ береміз, халқым. Өшіреміз поворотникті. Тағы да газ береміз, сәл шустра. Молодец, тағы да. Жоқ, өздері жай келіп отыр екен, оңға поворотник қосамыз. Мен бір-бірін сүйреп келе жатыр ма десем, екеуі газ бере береміз. Оңайына қараймыз, асықпаймыз, таза шығамыз. Пешеход деп қоясың, өзің тапсырма қойып алғансың ғой, рахат орындап отыра бересің. Мен обгонмен занят болдым, маған мешет етпеңдер деп қойсаңшы. Кеттік, газ бере береміз. Мен көргем жаңа. Просто көрдіңіз ба? Ешкімге айтпай-ақ қойын, біреу біліп қоймасын дедіңіз ба? Жарайды, оғанда көндік, газ бере береміз. Бәрекелді, накат жібереміз. Таптыңыз ба? Молодец. Нені деп қояды, сникерсті альбениді. Таптым ау сені десеңші. Осы жерден оңға кетеміз. Пешеход қабылданды. Асықпаймыз. Қазір оңға бұрылғанда сол жақта яма болады. Оны мен неизбежный яма деп айтам. Елдің бәрі түседі сол жерге. Сіз де түсе беріңіз деген ғой. Тормоз беріп көреміз. Так деп кипшаут етеміз. Жібереміз тормоз. Сіз главный салмасыз ба? Руль бұра беріңіз. Газ бермейміз көп. Ой, кеттік, енді газ береміз. Мына бұрылудың стилі қалай атылады? Видео қайталамаңдар, жалғыз қалғанда деп атылатын сияқты сіздің бұрылуыңыз бар ма? Күн түсіп кетті оғасқа. Таптыңыз ба? Қабылданды, бәрекелді. Жақсылап іздеп отырамыз, жүре береміз. Ары қарай бізде знак тұр, қараңызшы жақсылап. Қандай знак тұр? Уступи дорогу деген знак тұр, көрдіңіз ба? Жол бер деген сөз. Сол жақтағылар главный. Бірақ о жерде пойыз келіп отыр, сол себептен ол жақ жабық, жүре беріңіз. Көрдіңіз ба? Асықпаймыз. Қабылданды пешеход, бәрекелді. Жүре береміз. Алда бізде қазір не болады? Жасанды бөгет болады. Искусственная неровность. Осыған дейін тормоз береміз. Міне көрдіңіз ба? Тормоз. Енді накатпен жібереміз. Тормоз жібереміз. Бәрекелді. Оп, осылай өтеміз. Түсінікті ғой да? Плавный газ, плавный. Ой. Ана форсаждағы тақырбастың қарындасы құсап газ бересіз арасында негізінде бар ғой? Қан пешеход? Артында. Өтірік соқпаңызшы? Жоқ, ана екі сағының. Соны көріп қойдыңыз ба? Бәсе, біріншісі осторожно дети деген знак сияқты. Мен алдап жатыр ма деп ойлап жатырмын да просто. Сіз өйткені өтірік айтқанда түріңіз өзгермейді екен, мен соны түсіндім. Для себя ше. Накат жібереміз. Жасанды бөгет деген бізде белгі тұр, көрдіңіз ба? Жасанды бөгеттің белгісі. Жібереміз тормоз. Жоқ, баспаймыз. Алло, саламатсыз ба? Айдананы шақырып жібересіздер ме телефонға? Алло. Тормоз басып накатпен өтіңіздер. Иә, енді бірінші жасанды бөгет пенсияға шығып кеткен, асықпай жүре беріңіз. Екіншісіне өтеміз, жүре беріңіз. Просто сіз Африкадан тормоз беріп, Африкадағы пингвиндармен ағаюлар шошып жатыр да сіздің тормозыңыздан. Міне, тормоз береміз енді. Накат жібереміз, жақсылап қарап қапты бізге. Қалайсыздар деп қоясың ғой. Жүре береміз. Енді оң жақта знак тұр. Мына знактың аты қалай айтылады? Поворотник қоспай қойыңыз. Просто знактың атын айтыңызшы маған. Мынау знак поворот деп атала ма? Оның атын поворот налево болса мен сұрамайтын ғой, и вообще ол направо негізінде. Газ береміз. Ол знактың аты сонымен қалай айтылады екен? Газ береміз. Односторонний жол, мама. Бір рет бір қыз қуған еді осы жерде, скользящий поворот деп осыны. Кеттік, бірақ односторонний жол дегенді бірінші тесіп тұрмын. Бұл знактың аты опасный поворот дейді, қауіпті бұрылыс дейді. Түсіндіңіз ғой да? Міне мынау оң жақта тағы біреу тұр. Қауіпті бұрылыс анау оңға болса, мынау қауіпті бұрылыс солға екен. Хорошо? Қолды босатамыз, иықты босатамыз, түр бермейміз ең бастысы. Ешкім айдамайтыныңыз білмейді да, сіздің жүргізе алмайтыныңызша. Газ бере береміз, светофордан оңға кетеміз. Поворотник бар ма? Бәрекелді. Алдыңғы доңғалға өткенде бұрады екенбіз, асықпаймыз. Накат жібереміз.
сигналды тыңдамаймыз, сізге арналатын